Құрметті оқырмандар, бүгін біз сіздермен диета туралы сөйлесетін боламыз. Осы именно хеликобактер бактериясы кезде қалай тамақтану керек, не ішуге болады, не ішуге болмайды, осының бәрі туралы сөйлесетін боламыз. Диетаны мен жіберіп қоямын осы видеоның астына, ссылкасын беріп. Жалпы хеликобактер бактериясы кезде асқазанда гастрит болған кездегідей диета номер 5-ті қолданамыз. Бұл жақта основной 3 зат бар, ескеретін. Самый основной 3 зат бар. Бірінші зат бізде тамақтанған кезде ақ нан немесе қара нан орнына сухари жеңіздер. Магазиннен сатып аласыздар нанды, булка нан болсын, любой нанды аласыздар. Жаңағындай микроволновкаға салып, немесе жаңағындай духовкаға саласыздар, сухарик жасайсыз. Домашний. Қатты болу керек, түсінесіз бе, сухари. Сол кезде не үшін сухари жеу керек? Өйткені процесс затвердевания болған кезде, нандарыңыз қатып қалған кезде глютен деген зат жоқ болып кетеді нанда. Получается, сізде өңкей жаман заттардың бәрін наннан алып тастайсыз да, тек жақсы заттары ғана қалады. Және бұл диетаға жақсы көмектеседі. Астың жақсы қорытылуына көмектеседі. Ол сухари барғаннан кейін жеген кезде бұрынғыдай қамыр секілді ішектеріңізге жабыспайды. Ол уже тез тарап кететін болады қанға ше. Сол себепті сухари жейсіздер нанның орнына. Первое правило. Екінші правило. Питание строго гарвардский тарелка бойынша тамақтансаңыздар жақсырақ. Не дейтін болсаңыз коммент түсіндіріп берем. Гарвардский тарелка дегеніміз өздеріңіздің алақандарыңыздағыдай ғана тарелканы аласыздар. Оны 3-ке бөлесіздер. Түсініп отырсыз ба? Қазір мен тағы сізге түсіндіріп айта салайыншы. Түсінбей қалады. Енді бұл мини курс болғаннан кейін, подпискамен алынған зат болғаннан кейін мен максималды түрде сіздерге полезный информация, полезный действенный методтармен бөлісіп айтып атқаннан кейін сізге түсіндіріп берем. Жалпы гарвардский тарелка дегеніміз мынандай зат. Мысалға, міне алақандарыңызбен бірдей тарелканы алдыңыздар. Сіздер бұны 3-ке бөлесіздер. 3-ке сөйтесіздер де, мына жаққа сіздер углеводный продукттарды қоясыздар мына жерге. Углеводы болу керек. Мына жаққа белок қоясыздар. Мына жаққа